Энтин номер штрих-код енгізу үшін Каспи Pay'ға кіреміз. Осы жерде Каспи Pay дегенді басамыз, ортасындағы. Пост дегенді басамыз. И осы жерден редактировать каталог деп тұр, соны басамыз. Добавить позицию дегенді басамыз. Добавить другую позицию астындағы. Және мына жерде штрих-код деп шығады. Сол жерге мен берген энтин номерді кодты ставить етіп қоясыздар, копировать еткеннен кейін. Сосын цена дегенге басқан кезде уже жаңағы кодты жазғаннан кейін, штрих-кодты жазғаннан кейін сразу уже аты барлығы шығады. Яғни национальный каталогқа енген товар бұл. Енді тек қана несін жазамыз, ценасын жазамыз. Мысалға, видеорегистратордың бағасы 87.430 теңге. Добавить каталог деген басамыз. Енді біздің каталогта ол шығады. Міне, видеорегистратор деп тұр. Солай наушникті да қосып қоямыз. Осылардың кодтарын беремін, осыларды қосып қоясыз. Және қалай біз чек соғамыз. Чек соғу үшін осын басамыз үстінен. Так, сохранить деп басамыз да. Енді наличный чек соғу үшін қайтадан калькулятор дегенге кіреміз, немесе пост дегенге кіреміз да. Суммасын жазамыз. Бірінші 87.430 теңге. Принять оплату дегенді басамыз. Видеорегистратор деп басамыз. Наличный деп басамыз. И чек соғылады. Наличный деп басып, чекті соғасыз. Мен наличными деп басып, чек соғылады. Мене осылай чек соғылған кезде энтин номері барлығы да осылай шығып тұрады. Міне барлығы.